Сәлем қыздар, бүгін сіздерге осындай жасалу жолы өте қарапайым әрі үгітілгіші әрі қолжетімді болып шығатын печенье жасаудың рецептін көрсететін боламын. Видеоны соңынан көруге кеңес беремін. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды, сұйық май, 2 ас қасық қант ұнтағы, 2 ас қасық кукурузный крахмал және де жарты шай қасық разрыхитель салып, жақсылап массаны осылай араластырып аламыз. Үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Осылай құрт істегендей қолымызбен шарики жасап, әсемдеп пісіруге жібереміз. 170 грамм қызып тұрған пеште 25-30 минут бойы пісіріп шығамыз. Міне қыздар, біздің песочный печеньеміз осылай болып пісіп шықты. Дәмі өте ерекше, ауызда еритін болып шығады. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Егер видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма подписаться етуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.